Сәлем достар, менің есімім Алия. Бұл біздің YouTube арнамыз. Бүгін сіздермен қызым Тамирис туралы ерекше жетістіктермен бөліскім келеді. Ол Норвегияның Саннес қаласындағы халықаралық мектебінің 4-ші сыныбында 2 ай бойы өткен жүзу курсынан таспаққа бейнесі бар сертификат алды. Бұл туралы толық ақпаратты осыдан 2 ай бұрын қызымызбен жасалған сұхбаттан біле аласыз. Барлық Норвегия мектептері оқу бағдарламасының талаптарына сай жүзіп үйрену және су қауіпсіздігін оқыту курстарын міндетті түрде өткізуі қажет. 2025 жылдың наурыз айынан мамыр айының аяғына дейін 3-ші және 4-ші сынып оқушылары үшін 2 айлық дене шынықтыру сабағынан жүзу курсы өтті. Бұл міндетті жүзу сабағының мақсаты оқушылардың суда және су жанында өзін сенімді сезінуі. Жүзу өмірде меңгеруге тиіс маңызды дағды. Мұндағы мақсат үздік спортшы немесе келесі олимпиадалық чемпионды дайындау емес. Дене шынықтырудан беретін мұғаліміміз Керолин ханым балаларымыздың тест күні, яғни 27 мамыр күні нәтижелері бойынша Норвегияның жүзу деңгейлеріне сәйкес бағалады. Жүзуде үйренген дағдыларын әрі қарай жетілдіру үшін Керолин ханым балаларымызға жетістіктерін одан әрі жалғастыруды тоқтатпауын өтінді. Норвегияның жүзу федерациясы белгілеген таспаққа деңгейі мына жаттығуларды толық меңгергендігін көрсетеді. Демін ұстап тұру, ішімен қалқып тұру, денені түзу күйде сызық бойымен ұстау. Демін ұстап тұру, арқамен қалқып тұру, денені түзу күйде ұстау, тыныс алу. Демін ұстап тұру, бассейн жиегінен секіру, ішімен қалқып тұру, денені түзу күйде ұстау. Демін ұстап тұрып, ішімен қалқып тұру, денені түзу күйде ұстау, арқамен жату, қалпына ауысу, тыныс алу, денені түзу күйде ұстау. Демін ұстап тұру, қалқып тұру, ішімен және арқамен дене тепе-теңдігін сақтау, тыныс алуға бейімделу арқылы денені түзу күйде ұстау. Әр баланың және әр адамның суда жүзе білуінің қандай пайдасы бар? Әрине, дене шынықтыру жағынан бұлшықеттерге жеңіл массаж әсері. Қандай да бір күтпеген жағдайларда суда қалуға сенімділігі, жетістік сезімі арқылы өзіне сенімділік артады. Тамиристің таспаққа сертификатын алғанына қуаныштымыз. Егер сізге бұл бейнебаян ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Жүзу машықтарыңыз туралы пікірлеріңізді және видео идеяларыңызды күтемін. Келесі кездескенше су астында да үстінде де қауіпсіз болыңыздар.